Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қазақтың тойы туралы сөйлесетін боламыз. Енді мен бұл нәрсеге түбегейлі кішкене қарсымын. Мен той деген жақсы, қуаныш. Бірақ қазір өте той қуанышқа емес, бір тренд, мода, жарысу, кімдікілерден мықты көріну деген секілді болып баратыр да. Мен бұл нәрсені құптамаймын. Өйткені сіздер тойда кімдікілерден ұят болмасын деп жатып жатырсыздар да. Барған кезде 8-10 миллион, 15 миллион, 20, 25, 30, 40 миллионға той жасап жатқандар жетерлік. Бұның бәрі аң дейді, бірақ оның артында ай сайын кредит төлейсің. Сен ойлаш, мысалы, кредит төлеп жатырсың, 80 мың айына, 100 мың, 150 мың айына төлеп жатсың. Ресторан, тамағың, тамада, бишілер, бәрін төлеп жатсың. Бірақ ол той өтіп кеткен да, 5 сағат болды ол той баяғыда, ана жазда өтіп кеткен да. Сен соны төлеп жатсың, әлі төлеп жатсың. Бітпейді анау, қанша миллион кетті да. Төлеп жатсың. Сен аяқта бала шағаңды асырау керек, мынаны бүйту керек. Әйелің ауырып жатыр, анаған дәрі керек, мынаған машинаң сынып жатыр, үйіңде бір нәрсе сынып бара жатыр. Сонда сен ойлайсың да, мына ақшаның бәрі тойға кетіп жатыр. Бірақ той баяғыда өтіп кеткен да. Сондықтан тойды ең бастысы қымбатқа емес, жылы жүрегіңмен жасасаң, кейбір нәрсені өзің ақ істеуге болады. Кейбір нәрсені бір өзің сатып алып, арзанға өзің жасай салсаң болады да. Біз соны да жасамаймыз да, қымбат алып аламыз. Ақыр соңында мақтанамыз енді. Мен енді бұйырса өзім үйдегі кенжесімін. Егер менің ата-анам үйленеміз, анау кішкене көп ақшаны ұсынатын болса, мен қарсымын. Мен өзім ақсаймын, болды. Мен өзім тауда, табиғатта жасағанды жөн көрем. Тауда, табиғатта өте тыныш және де әсерлі қылып өткізуге болады. Енді ары кетсе, тамада бишілер көп керек те емес. Өзім ақ өлең айтып, өзім ақ билеп, өзім ақ жасап берем шоуды. Өзімнің қара костюмым болады енді, күйеу бала мен келіннің көйлектері ғой, ақ көйлек, сосын қонақтар келеді, олардың тамақтары бар. Көбінесе өз қалтаңнан өзің жасап көмектесіп барса, туысқандар, онда арзанға шығады деген үміттемін. Солай, жалпы бүкіл бюджетті ойластырып, қайда жасаймын, қалай болады, бәрін ойластырсаң, болашағыңа жеңіл болады да. Сондықтан сол біреу үшін өмір сүрмейік, біреу үшін мақтанамыз деп, парт етіп осыр қойып, төлей алмай жүрмейік, бұтымызға түш қойып, памперс жоқ, анау жоқ, мынау жоқ.